Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Шу қаласы Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Баялбекова Әсел Талғатовна. Оқу үрдісін ұйымдастырудағы жасанды интеллект және білім сапасын арттыру жолдары тақырыбында іс тәжірибемен бөлісемін. Мақсатым баланың бастауыш пәндеріне деген қызығушылығы мен білім сапасын жасанды интеллект арқылы жасалатын әдістер арқылы арттырудың жолдарын көрсету. Тақырыбым жасанды интеллект болғандықтан өзімнің фотошопымда осындай жасанды интеллект платформасына салып жасадым. Қазіргі таңда білім беру жүйесінде ақпараттық технологиялардың, әсіресе жасанды интеллектінің рөлі қарқынды артып келеді. Бұл жаңа әдістерді бастауыш пәндеріне енгізу арқылы оқыту үдерісін заманауи деңгейге көтеруге болады. Жасанды интеллект құралдарын қолдану тілдік қабілеттерін дамытуда жаңа мүмкіндіктер ашады. Сонымен қатар оқушылардың оқу нәтижелерін, сапасын, функционалдық сауаттылығын жақсартады. Жасанды интеллектті бастауышта қолдану бір қатар мүмкіндіктерге жол ашты. Оқушылардың өз білімін толықтыру, жаңа білімді игеруге деген оқушылардың ынтасын ояту, оқыту процесін түрлендіре отырып, оқушылардың ойлау жүйесін дамыту, оқушылардың танымдық белсенділігін күшейту, іс-әрекетті саналы ұйымдастыру, сыныпта орындалатын жұмыс көлемін ұлғайту, пәнге деген қызығушылықты ояту, білімді бақылауды жақсарту, сапаға әсерін тигізу. Өзім қалаған нәтижелерге қол жеткізу үшін қолданатын жасанды интеллекттер CoSpaces, робот сканер әдісі, AR Studio арқылы жасанды фотоны сөйлету әдісі. Жасанды интеллектінің бірнеше платформасын қолданамын. Бұл жасанды интеллекті жаратылыстану пәнінде де жануарлардың қандай түрлері болады тақырыбын меңгертуде қолдандым. Жасанды интеллекті арқылы кубикке орналастырылған жануарларды балалар 3D түрінде тамашалай алады. Қозғалыста тұрған жануарларды көріп, олар туралы өз көзқарастары мен берілген сұрақтарға жауап береді. Осында қазір мен сіздерге өзімнің телефонымнан көрсетейін. Яғни смартфон телефондарыңызға DailyText платформасын жүктеп алып, QR-код арқылы жандандыра аласыз, берілген суретті жандандыруға болады. Яғни бұл бізде интерактивті тақтадан көрі балалардың жақыннан көруіне көптеген мүмкіндіктер бар, және сабақтың қызықты өтуіне болады. Яғни бізде әртүрлі берілген жануарларымыз қозғалыста көруіне болады. Ғарыш дегеніміз не тақырыбын балаларға жан-жақты түсіндіру мақсатында CoSpace жасанды интеллектіні қолдану оң нәтиже берді. Аталған жүйенің көмегімен ғарыш әлеміне саяхат жасап, қайтқандай болған оқушылар сабақты толық меңгеріп шықты. Жер ғаламшарының көрінісі глобусты қалай қолданатын тақырыбында да толық түсіне алады. Бұл платформада QR-код арқылы көруімізге болады. Ғарыш әлемдегі планеталардың қозғалуын, үрдісін жақыннан балалар көре алады. Сонымен қатар робот сканер әдісі. Робот сканер әдісі бізде жасанды интеллектісі бастауыш пәндер бойынша кез келген нысанды сканерге алады. Роботты сөйлетіп, түрлі деңгейде түрлі тапсырмалар бере аламын. Берілген нысан бойынша сұрақтар қойып, және бейне материалды да оқушыға көрсете алуыма мүмкіндік беретін интеллект. AR Studio платформасы да жасанды интеллектінің платформасына жатады. AR Studio арқылы тақырыпқа сәйкес видео немесе видео форматтағы сұрақтарды білім алушылар смартфон телефоны арқылы ашып, түсінгендерін жеткізе алады. Осындай 3D форматында шығарып алып, осы QR-код арқылы бірнеше суретті жандандыра аламын. Мысалы, бір QR-код арқылы бірнеше суретті жандандырып сабағымда қолданамын.
естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Осы видеода балаларды 3D форматында жасалған себептің өз бетінше жұмыс жасағандары. Әр фотоның жанданып сөйлеуі де сабақтың қызықты өтуіне септігін тигізді. Аталған жасанды интеллекттердің тиімділігі білім алушының қызығушылығын оятады, жаңа материалдарды түсіндіруге, меңгертуге қолайлы, материалды әсерлі жеткізуге, тақырыпты талқылауға мүмкіндік береді. Сыныбындағы алғашында білім сапасы 66% көрсететін, осы жасанды интеллектісінде бірнеше платформаны қолданғалы, менің сыныбымның оқушыларының көрсеткен білім сапасы 72-ден 52%-ға артты. Оқушылардың ауыз екі сөйлеу тілдері дамиды, әр оқушыға дамыту үшін жағдай жасалады. Сөзімді қорыта келе, адам мақсатына өзін-өзі жетілдіру арқылы жетеді деп Әбу-Насыр әл-Фараби айтқандай, мен ұсынып отырған цифрлық әдістерді практикалық тұрғыда үнемі қолданысқа енгізсек, оқушының бастауыш пәніне деген қызығушылығы арттырып қана қоймай, ізденімпаздық, шығармашылық қабілеттерін дамытуға да әсері мол. Себепті аталған жасанды интеллекттер арқылы неше түрлі тапсырмаларды бере отырып, мұғалім әр сабақта оқушыға жағдай жасап, қызықты тапсырмалар берсе, оң нәтижеге қол жеткізеріміз сөзсіз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.